Hoş geldiniz. Hoş gördük. Tanışайық, есіміңіз? Мен есімім Қайырғали, 27 жастамын, Жетісайдамын. Өзім мал шаруашылығымен айналысам. 4 тракторым, 68 тауығым бар. Неге Аделияны таңдадыңыз? Аделия өте сүйкімді қыз. Одан кейін аузында алласы бар екен. Сырт келбеті дейді ғой. Жалпы ондай біз жақта ондай әдемі қыздар жоқ. Сол үшін келдік. Аделия жеке мәселенің барлығын ұмытқан сияқты күліп, риза болып отыр. Аделия, ал сұрақтарыңыз? Қадырғали деді, иә? Қайырғали атым. Қайырғали, қош келдіңіз. Келіп отырған қадамыңыз, батылдық танытып отырғанына мен өте қуаныштымын. 27-демін дедіңіз, иә? Иә, 27-дем. Мал шаруашылығымен айналыса, содан басқа қызығып қарайтын хоббиіңіз немесе мамандығыңыз қандай деп сұрағым келіп отыр. Мен сол 68 тауығым бар, соларды жыл сайын тудыртам. Сонымен айналысам, соларды көбейтсем деген жалпы ниет. Одан кейін өзімнің нем бар, бір фурам бар. Содан кейін жер жыртам арасында. Ал просто қызығушылығым енді балдар бәріміз арасында көкпар тартамыз. Сол. Керемет, қара күш иесісіз, иә, демек? Иә, қара күш иесімін сондай бір. Керемет. Егерде барлығы жақсы болып кетіп жатса, ата-анаңызбен тұрасыз ба, әлде бөлек пе? Оны енді мен қалай айтсам болады. Сіз не дейсіз, солай болады ғой. Мен просто үйде ортаншысымын ше, көрінбеймін андай көзге. Үлкен емеспін, кіші емеспін, ешкім қарамайды маған. Сол үшін андай жүре берем, короче. Разница жоқ. Кет десе кетем, қал десе қалам, сондай. Сіздің қалауыңыз қай жақта негізі өзіңіз? Қай жақта тұрғыңыз келіп тұр? Негізі қарсы емеспін ата-анамен тұрғанға да, бөлек тұрғанға да. Ас үйіне негізі жақсы ма? Негізі сұрақтарыңыз көп сияқты, қазір жалғастырып қоясыздар, бізде дәл қазір жарнама.